Міне достар, біз Талдықорғандағы сот үкіміне Шерзаттың отбасын қорғаған адвокат Әлім Мұстапаев ағамызбен кетіп бара жатырмын. Әлеке, сізге бір-екі сұрақ қойсам, жалпы бүгінгі сот үкімі прокурор оқығандай болып шығады деп ойлайсыз ба, әлде өзгерістер бола ма? Енді менің ойымша үкім келешеде болып шығады. Жалпы мына сот тәжірибесінде прокурордың сұраған сотталушыларға қатысты жазасы 1-2 жыл ауытқуы мүмкін. Яғни 1-2 жыл төмен немесе 1-2 жыл жоғары. Ал сіз өзіңіз ел сенім ақтадым деп ойлайсыз ба? Енді біздің жұмысымызға баға беретін ол мынау халық қой. Өткен сотта күдіктілер Шерзаттың отбасынан кешірім сұраудың орнына, өкініп жылаудың орнына, Шерзаттың отбасының аяғына құлаудың орнына өздерін ақтап, тіпті Жан Ахмадиев бізді анау деді, мұнау деді, бізге тіл тигізді деп әңгіме айтты. Естеріңізде ғой? Аманды айтып жатыр, мен қанша қара бет болдым деп. Мынау отырған кісі Жан Ахмадиев деген кісі қаншама зат айтты. Шакалдар басын жарды, бүйтті, сөйтті деп әлеуметтік желіде. Оны айтасыз, күдікті Дархан Әскентайдың адвокаты күні кеше тиктокта отырып, мені сотқа береміз деп мәлімдеме жасапты. Мәулен мырза, менде бір сұрақ, мысалы касательно этого Жан Ахмадиева блогера. Бұл кісінің айтқан сөздері, мысалы малдан туған хайуандар ма деген сияқты бір видеолар бар. Давайте я вам скажу, по нему будет судебный процесс. Бүгін Шерзат Болаттың өліміне айыпталушылардың үкімі шығады. Сағат 4-те баршамыз мұқият болайық, қарайық, көрейік. Шынын айтқан кезде қоғамның қазір бақылап отырғаны, назар салып отырғаны осы Шерзат Болаттың өліміне қатысты жайт. Көреміз, судья қандай шешім қабылдайды, қандай үкім шығарады. Көпшіліктің де күтіп отырғаны осы деп ойлаймыз. Ал сіздердің ойларыңызша судья қандай үкім беру мүмкін және неше жыл беру мүмкін? Соны айта кетсеңіздер, төменгі пікірлерін жаза кетіңіздер. Бұл видео үндеу еліміздегі белгілі заңгер Абзал Құспановқа арналады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына орай елімізде 40 мыңнан аса түзеу колонияларындағы жатқан жазасын өтеушілерге рақымшылық жасалып жатыр екен, және ол рақымшылыққа кімдер ілінуі қажет екенін халықтан сұрап отыр екен. Мен айтайын дегенім, ең бірінші ол саяси белсенділер, екінші мынау Қазақстан Республикасының азаматының ойы, пікірі. Құрметті Абзал Құспанов мырза, сіз әрбір қазақпен санасуыңыз керек, ойын білуіңіз керек, себебі ол біздің конституциялық құқымыз. Біз өз ойымызды, өз талабымызды конституциялық құқымызға сүйене отырып, елдің болашағы үшін айта аламыз және талап ете аламыз. Бірінші кезекте саяси белсенділер, себебі олар ұлттың болашағын ойлаған саяси көзі ашық талапшыл ел жанашырлары. Екінші, мынадай статьяменен кеткен, ойнап жүріп от басқан әлеуметтік жағдайдың төмендігінен жұмыс жасаймын деп 286, 296, 297 баптарменен кетіп жатқан жастарды босатуыңызды талап етеміз. Себебі жастар қазақ ұлтының болашағы, жастар қазақ ұлтының иесі, жастар біздің артымыздан еріп келіп атқан ізбасарларымыз. Сол себептен осы статьядағы түзету мекемесіндегі жатқан бойында 286, 296, 297 статьяменен жазықсыз сотталып жатқан жастардың жаппай ісін қайта қарап, оларды рақымшылыққа ілуіңізді талап етеміз. Халықтың ойы, пікірі және талабы осы саяси және жазықсыз кейбір баймен бағланның бизнесі үшін кеткен жастарды босатуыңызды талап етеміз. Рақымшылыққа солар әбден лайықты.
бұл екі деңгейдегі түзелу мекемесіндегі жатқан азаматтар мен азаматшалар елімізге ешқандай қауіп төндірген тұлғалар емес. Себебі олар ұлттық қордан қаржы ұрлаған жоқ, экологиямызды ластаған жоқ, кейбір қазақтарға зұлымдық жасаған жоқ. Бұл кісілер жас балалар, мынау статьямен кеткен жас балалар, бұлар ойнап жүріп отбасты, одан бөлек қоғамымыздағы әлеуметтік жағдайдың кесірінен олар сол жұмыстарды жасау үшін мәжбүрлі түрде өздері қылмыскер аталып тұр. Себебі қоғамымызда жастар жұмыссыздықтан осындай баптарды арқалап жүр. Және саяси белсенділер, ол саяси белсенділер ұлттың болашағын ойлаушылар. Олар жазықсыз, олар тауық ұрлаған жоқ. Сол себептен Абзал Құспанов мырза бірінші кезекте саяси белсенділер және осылар егер халықтың ойымен санасып, халықты елдің билігі деп сезінсеңіздер және халыққа бағынып қызмет жасайтын болсаңыздар, осы екі деңгейдегі азаматтар мен азаматшаларды рақымшылыққа іліңіздер деген талабымыз бар. Құрметті қазақ елі, кешегі батыс Қазақстанда болған оқиға адамның қабырғасын қайыстырды. 5 шіттей бүлдіршін өртке оралып, біреуде тірі қалмаған. Әй қазағым, 34 жылдың ішінде әрбір қазақ су және үйде тұруға лайық еді ғой. Әрбір қазақтың баласы, әрбір қазақ неге тілсіз жаудан зардап шегу керек? Бұның бәріне кінәлі тек билік. Билік құлқыны тоймай, бұл қазақтың жағдайын жасалмайды. 101 дивидендті бар байлықтың үстінде отырып, бізді қайыршыға, бізді өлімге, бізді ажалға итермелеген бұл билік ке орын жоқ деп білеме. Сондықтан да әрбір қазақ өзіңіздің балаңызды орнына қойыңыздар. Өздеріңіз сезіну керексіздер. Қазаның аты қайырлы болсын дегім келеді. Әркім, әрбір қазақтың үйінде бала бар. Сол себепті де қазағым үнсіз қалмаңыздар. Тоқаев бастаған үкімет істерге айтарым, президент Тоқаевқа айтар бір ауыз сөз, сізге айтар халықтың атынан. Қазынаны халықтың қалтасынан толтырғаны түк деп айта жоқ саған. Одан ертең мына халық күн көруден қалады. Өйткені ол бюджеттің ақшасын өзінше Тоқаев ойлап отыр, халыққа береміз. Бере алмайсың. Оны ұрылар қан талапайға салып жатыр. Одан жаманатты болғанша халыққа заңмен көмектес. Халық өз күнін өз қалтасынан өзі көреді. Сен мына күйден біз Қазақстан кішкене аяққа тұрып жатыр едік, енді жағдай қиындайды. Кәдімгі сіңір шыққан кедейге айналамыз, сіңірі. Сондай 20 миллион халықтың сондай халге түсуі, оның қасында мына Назарбаевтың саясаты дұрыс еді. Бұл бермейтін ақшаны өздері ала бершеш, бюджеттегі біздің халықтың қалтасымен толтырған жоқ қой бұл. Бұл өз ала бер, ол бәрі бізге бұйырмайтын ақша ғой ол. Халық өз күнін өзі көріп жатты, неге маза бермейсіңдер сен?